Құрметті салымшылар, 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін салымдар бойынша өтемақы алуға уақытыңыз бар. Сізге ыңғайлы болу үшін назарларыңызға баспана маркет сайтында өтемақы алуға қалай өтініш беру керектігін көрсететін бейнеролигін ұсынамыз. Біріншіден, сіз отбасыбанк.kz сайтында жеке кабинетіңізге кіруіңіз қажет. Бұл жерде сіз телефон номеріңізді және құпия сөзіңізді тересіз. Әрі қарай пайда болған терезеде менің банкім қойындысын таңдайсыз. Оның ішінде депозит қойындысын басу керек. Кейін ашылған терезеде 10% өтемақы қойындысын басу керек. Ашылған терезеде өтінім беру қойындысын тағы да бір рет басу керек. Мұнда сізге төленетін өтемақының жиынтық сомасымен танысуға болады. Өтінішті беру үшін сіз өтемақы шарттарымен және салым бойынша өтемақы төлеуге өтінішпен танысқаныңызды және келіскеніңізді растайсыз. Және өтінішке қол қою қойындысын басасыз. Кейін сізде 10% өтемақы бағдарламасына қатысуға өтінішті сәтті берілгені туралы хабарлама шығады. Ағымдағы өтінішті жеке кабинетте менің өтініштерім бөлімінен көруге болады. Сіздің отбасы банкіңіз.